Полистан. Екеуміз почет болып келдік. Фото сделали и потихонечку вот так вот выходим. Понятно? Всем все понятно? Амзе Асылы, Ызым Даулет, Ызбасарова Анель, Айсултан Назерке, Абдық Каппарова Айгуль, Орынбасар Гүлдари, Кайрат Райхан, Қанаруза, Высибаева Бақытнұр, Теперь нормально. Сандыбекова Алия. Құлағына салам. Елбасымен таныламыз. Наконец-то. Қашан басталады, достар? Әлі басталмай жатыр. Зар, передайте привет. Передаю привет Асланның подписчиктерге. Не чувствуешь, что прибудете? Дәулет, передай привет. Вот отырмыз. Басталды, достар. Басталды. Мероприятия. Баршаңызды келген жаңа 2023 жылмен шын жүректен құттықтаймыз. Осындай мереке қарсаңында бәріміз бір мақсатта бас қосып отырмыз. Яғни Ақтөбе қаласының мектептерінің үздік оқушыларына елбасы медалін табыстау үшін жиналдық. На основании постановления правительства Республики Казахстан Олай болса, құттықтау сөз Ақтөбе қаласының білім бөлімінің басшысы Меткіл Ораққызы Қосымбаеваға беріледі. Нақты түсінулеріңізге болады деп ойлаймын. Осы жерде отырғандарыңыздың әрқайсыңыз, ешқайсыңызды да бөліп жармай, әрқайсыңыз осы біздің болашақ қазақ еліміздің, қазақ жеріміздің, өзіміздің туған жеріміздің үміттері болып табыласыздар. Жасап жатқан осы екі жылдан бері жасалынып жатқан жұмыстардың нәтижесі, егер міне жаңа облыс бойынша статистиканы айтты, енді қала бойынша келетін болсақ, былтыр Шәкәрім Құдайбердіұлы атындағы номер 66-шы орта мектептің 10-шы А сынып оқушысы Иманқұлова Береке Айбековна. Ахмет Байтұрсынов атындағы лингвистикалық мектеп гимназияның 9-шы А сынып оқушысы Айтжанова Назерке Асылбек қызы. Қуаныш қызы. Номер 8-ші орта мектептің 9-шы А сынып оқушысы Ахмет Алтынай Бақытжан қызы. Білім гимназиясының 9-шы Г сынып оқушысы Әмсе Аслы Артур қызы. Міржап Дулатұлы атындағы номер 63-ші орта мектеп лицейінің 8-ші А сынып оқушысы Ізім Дәулет Райбек. Қошеметтеріңіз. Номер 21-ші мамандандырылған гимназияның 10-шы Ә. Номер 15-ші орта мектебінің 11-ші А. Сазды орта мектебінің 10-шы А сынып оқушысы Сагитгулиева Аида Аскарова. Армандар орындалады, достар ғой. Бір жылғы арман. Білім алушысымын. Осы арада мен жалғыз өзімнің ғана еңбегімді емес, барлықтарыңыздың еңбектеріңізді, сонымен қатар осыған 6 ай, тіпті 12 ай жұмыс жасаған, медаль үшін өздерінің еңбектерін төккен көптеген осы жерде оқушыларға, және де оған көмектескен жетекшілерге өзімнің алғысымды, және де өзімнің осы елбасы медалін алып отырғандан кейін осы затты құдіретті қылып ұстап, әрі қарай жалғастыруларыңызды тілеймін. Рахмет. Керекті ең жақын құрбыларды таптым, және де достарымды таптым. Алдағы таңда айтқанда менің осындай қиындық кезінде Білімнің қыздарымен жүрмін қазір. Суретке түсіп жатыр. Қар дейтін жауып жатыр. Несмотря на это, жүріп бараттық.
портқа барамыз қазір. На Батыс. Қала өте әдемі.